Сәлем достар, жаз тек демалатын емес, қам жасайтын да уақыт. Қыстың қамын жазда ойла деп әрекетке көшейік. Бүгінгі видеода сіздермен бірге қара бүлдіргеннен қайнатылмаған тосап жасайтын боламыз. Бір жәшікте тұп-тура 2,5 келі шықты. Оның бір келісін суық суға әдемілеп жуып, қағаз майлықтардың үстіне қойып кептіріп алатын боламыз. 3-4 сағаттың ішінде әдем болып құрғап кепкен осы қара бүлдіргендерді бір реттік пайдалануға берілген осындай ыдыстарға салып, бетін жауып тек қана мұздатқышта ұстайтын боламыз. Дәл осы қара бүлдіргендерді күнделікті таңғы асқа панкейк немесе вафли пісіргенде балғын күйінде тұтынатын боламыз. Оның пайдасы жөнінде төменде жазып өтемін, таныса отырыңыздар. Дайын болған қара бүлдіргенді тек қана тоңазытқышта ұстайтын боламыз. Қалған бөлігін алдында көрсетілгендей жуып, кептіріп, 1,5 килограмм қара бүлдіргеннің үстіне 1 килограмм шекерімізді салып, дәл осындай батырма блендермен жақсылап езіп алып, 3-4 сағатқа қалдырып, арасында қанты әбден еру үшін араластырып отырамыз. Мұздатқышта көп орын алмау үшін дәл осындай зип пакеттерге салып, тегістеп қатырып сақтайтын боламыз. Дәл осы әдіспен бірнеше жылдан бері қолданып жүрмін. Өте ыңғайлы, балғын күйінде әдемі сақталады. Тұтынар алдында жарты сағат бұрын мұздатқыштан шығарып қойсаңыз болғаны. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге ас болсын, сіз жазсаңыз.